сөзімізді бастамас бұрын өткенге көз жүгіртейік. Алдыңғы қайталау мақсатында мен сөз жұмбақ дайындап келдім сендерге. Осы сөз жұмбақтың жасырылған белгілі сөздерді табу үшін міне слайдта берілген сұрақтар. Осымен кезек-кезек тұрып жауап беру арқылы жасырылған сөздерді табайық. Бізде сөз жұмбақта негізгі сөз қандай екен? Иә, үйкеліс күші. Бірінші сұрақ. Дененің түреу бетімен сырғанаған кезде әсер ететін күш қалай аталады? Иә, табай? Үйкеліс күші, иә. Кел, жаза ғой. Кел. Келесі сұрақты оқып дайындалып отырамыз. Келесі бізде миу шамасының атауы. Міне, белгі тұр, миу шамасының атауы. Миу шамасының атауы коэффициент. Келесі бізде оқи қойыңдар. Кел, оқиғаш. Домалау. Иә, дұрыс. Қой. Келесі бізде F үйкеліс шамасының атауы. Мына шама қалай аталады? Келе ғой, жаза ғой. Кел. Білесің ба? Иә. Дұрыс. Қатты, даусың қатты ұялмай шығарып айта бер. Келесі бізде оқи қойыңдар, кім келесі? Тірек беті реакциясының жайына бір-біріне қатысты тыныштық қалпын сақтаса, Иә, өз айтты. Тыныштық қалпын сақтаса қандай? тыныштық қалпын. Иә. Жаза ғой. Соңғы бізде бесінші сұраққа ұмыт кеттік. Оқи қояйық, көреміз. Көмектесем қорықпаймыз, оқушылар. Оқиғаш. Реакциясының жанама құраушысы беттерінің жанасу нүктелерін сырғанау мүмкіндігіне қарсы бағыттаған шама сырғанау үдеріс. Келе ғой. Молодец. Жаза ғой. Рахмет. Олар отыра қойыңдар. Рахмет сіздерге де. Жаңа тақырыбымыз бір түзудің бойымен денеге әрекет ететін күштерді қосу. Дәптерімізге жазамыз. Барлығымыз қалмай жазып отырамыз. Қазір тексеріп соңғы сабақта. Бірінші суретте не көріп тұрмыз? Парашютпен Парашютпен ұшып тұрған адамды көріп тұрмыз. Екіншісінде бізде кәдімгі машина, жүріп бара жатқан машина. Бірінші суретте бізде адамның жоғары көтерілген кезде парашютпен бірінші бізде ауаның кедергі күші әсер етеді, ал екіншісіне бізге адамның жерге қарай ауырлық күші әсер етеді. Яғни бізде бір мезетте денеге екі күш әсер етіп тұрғанын байқаймыз, иә? Жазылды кедергі күші және ауырлық күші. Ал екіншісінде біз машина жүрген кезде машинаның дөңгелегі жерге қалай әсер етеді? Және де бізде дөңгелек жерге қарай итереді, яғни итеріс күші. Демек бізде бұл суретті байқағандай бізде оқи қойыңдар, бір оқушы оқысын. Иә, оқи қой. Жоқ, сол жерде оқи бер. Денеге бір мезгілде әрекет ететін бірнеше күштердің әрекеттерінен алмастыратын бір ғана күшті сол күштердің тең әрекетті күші деп атаймыз. Тең әрекетті күші деп атаймыз. Ағаштан жасалған жүкті екі адам бір жаққа қарай тартылады, иә? Бір жаққа қарай тартып жатыр. Бұл жерде екі адам бірігіп тартып жатыр, ал мына жерде бір адам осы екі адамның күшіне татитын бір адам өзі жалғыз тартып жатыр, иә? Осы нәтижесінде бізде
яғни егер де күшті бір бағытқа қарай тартатын болса, онда бізде формуламыз қарама-қарсы бағытқа тартып жатыр. Мынау өзіміз білетіндей, наурыз айларын, наурыз мерекелерін арқандарымызды екі жаққа қарай тартып жатыр. Мынау тек қана сендер бағыттарынан шатаспасаңдар болды. Кім шығады? қатысып отырған адамдарға қаламсаптар беремін. Сол үшін белсене қатысып отырған, иә? Жаңа тағы кім сұрақтарға жауап берді? Жаңа сөз жұмбаққа шыққаныңызда. Қарай қойшы міне. Мына жерде бағыттары қандай болып тұр? Иә, екі қарама-қарсы. Әртүрлі емес, бір-бірінен бүйтіп қарама-қарсы. Мына былай қарай кетіп жатыр, бір машина былай қарай кетіп жатыр. Яғни қалай болады? Екі жаққа келсе азайтып болады. Үлкенінен кішісін азайтып тастаймыз. Отыра қой. Мынадай стикерлер таратамыз. Осыны сабақтың соңында уақыт шектеулі таратып қойып, сабақтың соңында осы не білдік, не түсіндік. Жазамыз. Бүгінгі сабақта қандай тақырыптарды әрекетті күш дегеніміз қандай болды? Денеге бір мезгілде Тұрып айтам, жауап бермей отырған, қатыспай отырған оқушылар айтыңызшы. Тең әрекетті күш дегеніміз айтамын. Мен түсінгенімше тең әрекетті күш дегеніміз сол екі дененің бір бағытта күш салуы. Жоқ, бір денеге, бір мезетте, бір уақытта екі күш әсер етуін біз тең әрекетті күш деп айтады екенбіз. Иә? Сол тең әрекетті күштің екі түрін айтып өттік. Бірінші мысалында қандай болды? Өз сөзімізбен айтамыз. Жауап бермей арт жақтағы оқушыға жауап берсін. Айтамыз. бірінші мысалда екі күш бір жаққа бір бағытта күш салды. оның формуласы қандай болады? Бір бағытта FR. Ал екінші жағдайда Екінші жағдайда айтамыз. Екінші жағдайда қатыспай отқандар айтайықшы. Қарама-қарсы болса, оның формуласы қандай болады? Яғни F2 азайтылған F1-ге тең болады. Енді қолымыздағы жаңағы таратылған стикерлерге өзіміздің бүгінгі не түсінгендерін жаздық қой, иә? Бүгін не түсіндік, қандай тақырыбы, жалпы айта кетсеңдер, жалпы. Иә? Бүгінгі сабақта мен жаңа формула үйреніп, физикаға деген қызықтар болып көтердім. Иә. Тағы кім айтады? Тағы бір оқушы айтайын? Сонымен сабақты қорытындылайық. Айтамыз?
мен бүгінгі сабақта тең әрекетті күш дегеннің формуласын және де оны қалай есептеу керек екенін түсіндім. түсіндім. Рахмет. Я енді қолымыздағы стикерді апарып тақтаға жабыстырайық. Мына бетке жабыстырып қоямыз. Есептейміз.